Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Бибігүл. Бүгін осындай кереметтей болып өте дәмді шығатын, әрі құрамы өте қарапайым чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Енді ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз, үстіне ас тұзын қосамыз және де разрыхитель, яғни ұн қопсытқышты салып араластырамыз. Ұнды біртіндеп қосатын боламыз, себебі кейбір ұндардың тығыздығына байланысты аз мөлшерде қажет болып қалуы мүмкін. Сол себептен осылай аз-аздан қосып қамыр елейтін боламыз. Осындай қамыр болады. Бұл қамырдың бетін салафанмен жауып, немесе ыдыспен жауып, бөлме температурасына 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін қамырымызды алып, үлкен дөңгелек етіп жаятын боламыз. Енді қамырымызды осылай ұзынша етіп турап алып, кішкентай жіңішке етіп кесетін боламыз. Барлық қамырды турап болғаннан кейін ұнмен араластырып, араларын ажыратамыз. Кастрөлімізге майды құйып, қатты ысытып аламыз. Міндетті түрде майымыз қатты қызған болуы қажет. Үстіне жайлап біртіндеп біздің қамырымызды салып, жақсылап сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Және барлық қамырымызды осылай қуырып аламыз. Сиробын дайындайтын боламыз. Ол үшін қантқа медті салып, қанты толықтай ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Сироп қайнағаннан кейін 5 минуттай қайнатып, астын өшіреміз. Енді осы ыстықтай сиропты біздің чак-чагымызға қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араласып болған чак-чакты осылай ыдысқа формаға салып қатырамыз. 2-3 сағаттай тоңазытқышта ұстасаңыз, өзі қатып қалады. Немесе мынандай форма болмаса, кез келген тарелкаға салып та қатыруларыңызға болады. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар, себебі тоңазытқыштың иісі сіңіп қалмасын. Мен осылай астын пищевой пленкамен қаптап алдым. Қазір шығарғанда оңай болу үшін. Сіздерде солай жасасаңыздар болады. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да рецепттер салатын боламын. Мінекей достар, біздің чак-чагымыз дайын. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.